Сәлем баршаңызға. Бүгін жұмыртқасыз бар болғаны бір бананнан тұратын ең оңай әрі дәмді пряник дайындаймыз. Барлығы үйдегі бар заттардан дайындалады. Сонымен қатар бірнеше күн сақталады және жұмсақ болып тұрады. Дегенмен керемет текстураға қол жеткізіледі. Ең алдымен құрғақ қоспаларды дайындап аламыз. Ол үшін електен өткен ұнымызға какаоны міндетті түрде електен өткізіп, кейін разрыхлительді қосып, араластырып бір шетке қоямыз. Кейін бөлек ыдысымызға аздап пісуі қанған, қарайған бананды бөліктерге бөліп, үстінен ванилин және қантты қосып, шанышқымен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Кейін езіліп дайын болған массамызды бастапқы құрғақ қоспамызға қосып, қамырын илейтін боламыз. Соңынан массамызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап сіңдіріп қамырын илейміз. Нәтижесінде бізде жұп-жұмсақ, сонымен қатар қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырдың шетінен бөліп алып, домалап пішінді пряниктің формасын жасайтын боламыз, яғни әр бөлікті 25 граммнан өлшеп бірдей әдемі пішінді жасаймыз. Дайын болған қамырларымызды бір-біріне жақын орналастырмаймыз, өйткені пісіру процесінде сәл көтеріледі. Пряниктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Пряниктер пісіп шықты. Банан қосылғандықтан дәмі де ерекше, сонымен қатар өте жұмсақ. Дайындалу жолы қарапайым және бір жасағаннан дәмді шығады. Енді сіз балаларға арналған дәмді үйдегі пряник печеньелерін қалай пісіруді білесіз. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Ас болсын. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.